сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы з дыбысы мен әрпі. Балалар, сабақ басталмас бұрын менің каналыма жазылып тіркеліп алыңдар. Сабақты бастаймыз, балалар. Зымыран, зебра, зәкір, зеңбірек. Осы сөздердің бірінші дыбысы қандай дыбыс? З дыбысы, иә? З дыбысының баспа түрі. Мына жұмбақты шешіңдерші. От шашады жалындап, қатты ұшқанда зымырап. Бұл не, балалар? Зымыран. Зымыран деген сөзде бірінші қандай дыбысты естіп тұрмыз? З дыбысын естиміз, иә? З дыбысын айтқан кезде, балалар, кедергіге ұшырап шығады. Тіліміз тісімізге, ернімізге тиеді. Сондықтан дауыссыз дыбыс. Оны көк текшемен белгілейміз. Ойын ойнайықшы, балалар. Мына ағаштың төбесінде тұрған жемістердің, айналасындағы жануарлардың атын атағанда қайсынан з дыбысын естиміз? Алма, алмұрт, жүзім, сәбіз, зебра. Қайсынан з дыбысын естиміз? Жүзім, сәбіз, зебра дегеннен естиміз, е? Зебра, зебра дегенде, қараңдар, балалар, з дыбысы нешінші тұр? Бірінші тұр, е? Зебра сөзінде 5 әріп, 5 дыбыс бар екен. Жүзім, жүзім деген сөзде з дыбысы нешінші тұр? Үшінші тұр, е? Ортасында тұр. Жүзім сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар? 5 әріп, 5 дыбыс бар екен, е? Сәбіз. Сәбіз дегенде сөздің соңында кездесіп тұр. Сәбіз сөзінде 5 әріп, 5 дыбыс бар екен. Сонда, балалар, з дыбысы сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында кездеседі екен. Өлеңді жаттап аламыз, балалар. Ауыл маңы саз, жайылады қаз. Жем шашсаң мәз, шашқан жемің аз. Тоймай қалды қаз. Буынды сөздерді менімен бірге қосылып оқыңдар. За, зу, з, ыз, қаз, зер, найза. Тыңдағандарыңа рахмет, балалар. Менің каналыма жазылып тіркеліп алуды ұмытпаңдар.